Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде математикалық статистика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы салыстыру. Ендеше балалар, барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын дәптерге жазып, тақырыпты жазып алайық. Бүгінгі сабақта үйренетінің өрнекті салыстыра білесіздер, есептеу дағдыларыңызды арттырасыңдар, өз беттеріңше жұмыстануға дағдыланасыздар, теңдеулер шешіп үйренесіздер. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: салыстыр. Берілген шамаларды салыстырамыз. 1 тәулік 12 сағат. 1 сағат 70 минут. 1 жыл және 10 ай. Салыстырамыз. 1 апта мен 13 күнді салыстырамыз. 2 ай мен 40 күнді салыстырамыз. 14 күн мен 2 аптаны салыстырамыз. 2 сағат пен 30 сағат салыстырамыз. 25 күн мен 1 айды салыстырамыз. 1 тәулік пен 24 сағатты салыстырайық. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнек құр және мәнін тап. 46 мен 31 сандарының айырмасын 5 есе кеміт. 46 мен 31-дің айырмасы, яғни 46-тан 31-ді азайтамыз. Бұл жерде 46 мен 31 санның айырмасын жақшаға аламыз. Және 5 есе кеміт дейді, есе кеміт десе бөлеміз. Шыққан нәтижені 5-ке бөлеміз. Сонда мынандай өрнек шығады. Жақша ашылған 46 мен 31-дің айырмасы, жақша жабылған бөлу 5, мәні 3-ке тең. Осылайша балалар, берілген тапсырма бойынша өрнек құрып, мәнін өздеріңіз есептеп таба қойыңыздар. 60 пен 40 санының қосындысын 5 есе арттыр. 28 санының 12 мен 9 сандарының айырмасына көбейт. 9 пен 5-тің көбейтіндісін 36-ға кеміт. 24 санын 16 мен 8-дің айырмасына бөл. 54 пен 6-ның бөліндісін 37-ге арттыр. Тапсырманы орындайық. Тапсырманы орындап болсақ, енді өзің тексер. Өзіміз тексереміз. Мен сіздердің қатесіз дәл осылай есептегендеріңізге сенемін. Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма есепте деп аталады. Яғни, өрнектер берілген, сол өрнектердің мәнін тауып жазамыз. 48 пен 2-ның қосындысы, 29 пен 6-ның қосындысы, 100 пен 3-тің айырмасы, 90 пен 4-тің айырмасы, 35 пен 8-дің айырмасы, 53 пен 27-ның қосындысы, 17 мен 25-тің қосындысы, 50 мен 15-тің қосындысы. Ендеше, осы өрнекті есептейік. Келесі тапсырма күрделі теңдеуді шеш деп аталады. Балалар, күрделі теңдеуді шешу үшін біз алдымен жай теңдеуге айналдырып аламыз. Ол үшін белгісіз әрпі бар, немесе x белгісіз x бар өрнекті сол күйінде жазамыз, ал белгілі сандардың қосындысы немесе айырмасы тұрса, олардың мәнін тауып жазамыз. Яғни, жай теңдеуге айналдырамыз. Жай теңдеуге айналдырғаннан кейін барып, теңдеудің мәнін табуға болады. Ендеше, күрделі теңдеулерді шешейік. Міне балалар, біз сабақтың соңына да келіп жеткен сияқтымыз. Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? Не үйрендік? Бүгінгі сабақта біз өрнектерді салыстыра білдік, есептеу дағдыларымызды арттырдық, өз бетінше тапсырмаларды орындауға дағдыландық және теңдеулер шешіп үйрендік. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.